Бүгін жұма, күндердің сұлтаны, баршаларыңыздың дұғаларыңыз, тілектеріңіз қабыл болсын. Осы күні қарттар үйіндегі бір көп емес 40 ата-апаға Құран оқытсам деген ниетім бұл. Өткен жылы қарттар үйіне Жанат әпкемізбен бірге барып дастархан жайғанбыз. Жанат әпкеге тапсырыс беріп, биыл енді сәл кішкене 4 қабырғадан шықсыншы, сәл бір соғылып деп сол қарттар үйінің жанындағы бір кафеге шақырып жатырмын. 12 жарымда уже ата-апалардың қарны ашып, сол уақытта уже ертерек түскі ас бере береміз деді. Мен де сол уақытқа дастарханымды дайындап жатырмын, Алла нәсіп етсе. Дастарханнан бұрын түрімді реттеп алайын дедім. Жалпы қазақтың көптеген әзіл аралас сөздері біздің көңілімізді көтеру үшін ғана айтылған ба деп қоясыншы. Қазақ айтады, боянған әйелге қарағанда ұйқыдан оянған әйел сұлу деп. Қаттың сұлулығы жаңа тұр. Сұлулыққа сәлем айт деген, сұлулықтан 5 километр ар жүрмін деген тұр ғой жаңа тұр. Жадыра, хайр-стилист, Назёка, Назерке, мейкап. Жүзінде тұрмыз, амай қошайын олай десе. Жылдар бойы, қанша жылдан бері? 6 жылдан бері менің шашымды және бетімдегі әдемі макияжымды кейде бір ұнатпай жатасыздар ғой. Оны бұл қыздар істемейді. Бұл қыздар бос болмай қалған кезде басқа жаққа барып жасатамын кейде өзім. 6 жылдан бері уже түрімді жаттап алған, бетімнің әр тезігіне дейін. Тез сұрамайды, не істейін, не қылайын деп өздері фук. Қазір енді боянып алғаннан кейін бір киімімді іліп үстіме ана кафеге айтқанмын, қарбыз қауын әкелейін, фрукты сіздер қойыңыздар, мен ягода әкелейін, жеміс сіздер қойсаңыздар, мен жидектер әкелейін деп. Содан кейін конфеттер әкелейін, соны қойып беріңіздер деген. Ойбу, көтік. Құран оқытамыз, 7 нан заказ бермеппін, оны жасамаппын да. Қарайсың не? Қауын қарбыз алу керекпін, конфет алу керекпін, жидектерді алу керекпін. Соларымды алып, қазір барамын. Бүгінгі келетін ата-апалардың барлығына мен осындай әдемі сыйлық бергім келіп тұр. Әрине, бір иықтарына нымша, шапан жауып, ойбай, молодец, керемет ондай нәрсе. Бірақ оны күнде кимейді. Оны күнде қолданбайды. Керек десеңіздер, жатады әр жерде. Сондықтан да мен бір күнделікті қолданатын қажетті дүние болса екен дедім де, және осыған тоқталдым. Мына үлкен кәдімгі дене сүртуге арналған, но және де бет қол сүртуге арналғаны. Осылай келген ата-апамыздың барлығына бір-біреуден ұстатып, рахметіңізді айтып, аман болыңыздар деп баталарын сұрап, бата алып, осылай қайтамыз Алла нәсіп етсе. Ақсы көретін машинам, рахат болсын дей машина, семейный машина. Мынаны ашсаң 7 орындық болып кетеді, бала шағамен бір жаққа баратын болсаң. Керегіміз кейде 4 орындық болып, артыңыз деген зат киіп аласың. Әкесіне Құран оқытпақ мақсатында және де қайын атасына бір жағынан осы Құран оқытпақ мақсатында өздеріңізді жиып осылай азды көпті ас беріп жатыр. Сондықтан қабыл болсын дейміз. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير
алладан туған бар адам деп жатады. Сондықтан да осы жерде отырған барша аяулымыздарымызды, аналарымызды құрмет етіп, бұл ана деген сөйлемде қабылдаңыздар. Өз балаңнан артық бала бар мана, мәз қыласың, шарай қалсам шаруана. Bizдің халықтың тұрғындары, біздің қазыналы қарияларымыз бүгін айтып жатырмыз ғой, ырыс баласыздарыңыз ғой, әкесіне ас беріп жатыр деп, сол қабыл болсын. Жолында әрдайым той болсын деп тілеймін. Онда бір рахмет болсын. Ерекше ер азаматтар бір жасайтын тойларын сіз жасап жатсыз. Онда бір рахмет болсын. Барғаннан кейін бүгін жұма ғой. Жұма сайын енді ырысқалар мен өзім уәде беріп, сенің атыңды атып, Құран оқимын. Құран оқығанда сенді де қойсам не. Қайда жүрсең де жолың болсын, жолың ашық болсын. Өзің сияқты мына жаңа айттым ғой, жүзің жылы екен, сымбатты. Бастарымыз амандық беруге. Алла. За такое доброе дело, которое вы делаете. Большое вам спасибо. Ата берейін, үстем болсын ерейін. Не сұрағыңды алда, сонда қабыл. Ата апамыз риза болса болды. Ата апамыз шығарып салып, өзіміз отырып шай ішіп, шашылып жеп жатырмыз. Үшін төлегенім 693.110 теңге, 100 мың зарплат беріп кеткен алдым. 593 мың. Кино бағында жерлер бар еді ондай. Ина бергенім 210 мың болды. Қабыл болсын. Зілегім, бақытым шендеп білемін. Зілегім, ай зілегім, алуым менің кәлекім. Жайдары жаз деп жатамыз, бірақ бір жылдары жаз біз үшін мүлде жайдары болмаған. Бір жазда әкем өмірден өткен, тағы бір жылдардың жазында марқұм қайнатамыз өмірден өтті. Сол екі кісінің рухына Құран бағыштасам, өлі риза болмай, тірі баймайды деген қазақтың сөзі бар. Бұл дүниеде жасаған тек қана жақсы амалымызбен артынан бағыштайтын Құран ғана барады дегенді және санамызға құйған. Соған бір Құран бағыштасам екен деп ниеттеп жүредім. Сол ниетім жетелеп, бүгін жұманың күнінде дастархан жайып жатырмыз. Әрине ағайын туыс бар, ешқайсысы да әрине аш емес, дегенмен де бүгінгі дастарханды мен осы Алматы қаласындағы ата-апаларымыздың, қазыналы қарттарымызға арнап дастархан жайсам дедім. 40 ата-апамызды алып келіңіздер деп осы ұжымның басшылығына өтініш жасадым. Солай алысқа кетпей, сол ата-апамыздың үйінің жанынан осындай әдемі жерде дастархан жайып жатырмыз. Жылап келген өмірден бір күні баршамыз кетеміз, артымыздан Құран бағыштайтын ұрпағымыз. Жаратқан соң пенде қып Тәңір Алла, мың торлар
жырлайды көңілді кейбір шақта, күйбең тірлік 5 күндік өмір үшін, екі көзден тамар жас аз болған ба, Алланың нығметіне сан жетер ме, қадірін білмей жүрміз біздер неге, 5 күндік өмір жалған өтіп кетер, күңіреніп қапа болып жүрген кезде. Санай қалсам армана, теңізді де кешіп өтіп жетпей ме, жан ботасы сағынғанда арулана. Теңізді де кешіп өтіп жетпей ме, жан ботасын сағынғанда арулана. Аруанасың мен ботанмын жанама, сенсіз менің бақ жұлдызым жанама. Сенсіз менің айым туып алдымнан, атым шабып бас бәйгені алама. Сенсіз менің айым туып алдымнан, атым шабып бас бәйгені алама. Қағазбайұлы Азатхан ағамызға және Ибрамбайұлы Мейрамхан ағаларымызға оқытып жатқан Құрандары қабыл болсын. Өмірдің жолын өткерген, көктем мен көзін көп көрген, қаз болып қардан гүл термей, кезекпен қазыл шоқ тереген. Анамды аңсап барғанда, сен беріп тұрған барманға, нұржалы қара ошағым, сәл суып оттан қалған ба. Көңілім сондай босады, жолуын бізге тосады, қазаны оттан түспейтін, қызуы қайтып өшпейтін, анамның жаққан ошағы.